Нұсқаушы ұшқыш бұл курсанттардың өмір бойы естерінде сақтап қалатын адам. Тіпті олардың әрқайсысы өз саласының шебері мен маманы болса да, алғаш рет әуеге бірге қалықтатқан ұстаздарын ешқашан ұмытпайтыны анық. Олар курсанттарға бағыт-бағдар беріп, ұшқыш болуды армандаған балаларға қанат бітірген адамдар. Ақтөбе қаласында орналасқан әуе қорғанысы күштерінің әскери институты. Әскери ұшқыштарды дайындайтын орталық Азиядағы озық оқу орны болып саналады. Институт қабырғасында курсанттар ұшу ісінің қыр-сырын меңгеріп, кейін қарулы күштердің қатарын толықтырады. Тоқ етерін айтқанда, дәл осы жерде олардың әуеге қалықтаудағы алғашқы қадамы басталады. Институт білікті оқытушылық профессорлық құраммен және заманауи оқу материалдық базамен жабдықталған. Білім ордасында курсанттар теория жүзінде негізгі білімдерін алып, ұшудың қыр-сырларын меңгереді. Жердегі дайындық кезеңінен бастап, ұшу тәжірибесінің аяқталуына дейін, тіпті курсант өз бетінше толық ұшуды орындаған сәтке дейін қастарында әрдайым нұсқаушы ұшқыштар жүреді. Бұл олардың негізгі міндеті. Бізде нұсқаушылар деген осы институттың бітірген түлектері көбісінде бірінші, екінші, үшінші сыныпта ұшқыштар. Нұсқаушылар әке орында әке, аға орында аға, сырласатын досы да болып келеді. Алған білімді практика жүзінде пысықтау үшін курсанттар жаттығу құралдарына жіберіледі. Бұл жерде курсанттарға көмекке ұшқыш нұсқаушы келеді. Жаттығу кешенінде курсанттар ұшақтар мен тікұшақтарды пилоттау техникасын меңгереді. Ол үшін тренажер барлық басқару және ұшу құралдарымен жабдықталған. Бұл өз кезегінде білім алушыларға шынайылыққа барынша жақындатылған жағдайда ұшуға мүмкіндік береді. Симулятор ұшу барысында біздің мұғалімдер оларға арасында қосымша ақауларды береді. Сенің бір қозғалысың істемей қалды, әлде тағы да бір ақаулар болды деп, тікұшақта болды деп береді. Бұлар соларға жауап беру керек. Ақау кезінде қандай іс-қимылдар, экипаждың іс-қимылдарын жасау керек екенін. Әуеге ұшпаса да тікұшаққа ұқсас жаттығу кешенінде отыруды әрбір курсант мақсат еткен. Себебі бұл армандарына жетудегі кезекті қадам деп есептейді. 3-ші курс курсанты Ұлан Кеңесбаев. Тренажерде отыру біз бірінші күннен армандаған болатынбыз. Өйткені біз бірінші күнде түскеннен кейін тезірек ұшқымыз келеді, тезірек техникаға кіріскіміз келеді. Және де осы виртуалды болса да, осы техникаға кіріскенімізге, ұшқанымызға мәз болдық. Сондықтан өте қарқынды жұмыс жасап, осы инструкторлардың, мұғалімдердің айтқанын тыңдап, осы еңбек еттік. Алайда ешбір жаттығу кешені нағыз әуе кемесінде отырып, әуеде қалықтауды алмастыра алмайтыны анық. Сол үшін авиациялық оқу орталығында 3-4 курс курсанттары тәжірибелі ұшқыш нұсқаушылардың қатаң бақылауымен ұшу сағаттарын пысықтап, практикадан өтеді. Емтихан тапсырғаннан кейін біздің авиациялық эскадрильяға келеді. Бізге келген кезде біз жер үсті дайындығын үйретеміз. Жер үсті дайындығы дегеніміз ол бізде институттың қабырғада өткен теорияларын қайтадан қайталау, соны шыңдау. Ұшқыштар, нұсқаушылар сынақ алады, сосын ғана барып оларды ұшуға жібереміз. Аспан әлемін бағындыру әр курсант үшін толқынысты сәт қана емес. Кәсіби маман ретінде қалыптасуын білдіретін жауапкершілігі аса жоғарғы сынақ. Алғашқы ұшу тек курсант үшін ғана емес, сонымен қатар нұсқаушы үшін де маңызды. Осы уақытқа дейін алған білімдерін аспандағы алып кемеде тәжірибе жүзінде пысықтайды. Осындай маңызды сәтте олардың қастарында қолдап, демеп отыратын нұсқаушылары болады. Ең бірінші осы бақытты сезіндім, өйткені арманым орындалып жатыр. Ал содан кейін бірінші ұшқан кезде ұшқыш көмектеседі. Әрі қарай өзің ұшу керексің. Осы жылдамдықты, биіктікті барлығын қадағалау керек. Қиынға соғады, бірақ егер талпынсаң, барлығын орындауға болады. Ұшқан кезде әрине ұшқыш нұсқаушының айтқанын бұлжытпай орындау керек. Ода бір емес 1000-2000 ұшу сағат тәжірибесі бар. Оның айтқанын орындау керек.
Бірлесіп ұшу кезінде курсант пен нұсқаушының арасында ерекше байланыс байқалады. Әуедегі алып кемені басқарып отырған екеуінде бір-біріне деген сенімділікті көруге болады. Ол әр нұсқаушының өзінің несі болады, әдісі болады. Ұшу, қону, жерді қалай көру, бағытты қалай ұстау. Сол әдістің өз курсантына өзі береді. Әкесіне тартып кеткен балалар сияқты. Нұсқаушы не істейді, қалай ұшады, қалай жүреді, қалай сөйлейді. Соға дейін бәрін бұлар қазір бәрін мақта сияқты бәрін өздеріне сіңдіріп алған. Енді былай қарасаң, ертеңгіде дәп сол сияқты болады деп болмаса да, бірақ іс-қимылдары көбінесе нұсқаушыларына тартып кетеді. Ұшқыш нұсқаушы өзіме жақын адам деп сеземін. Өйткені ол мен ұшар алдында барлық моральдық, психологиялық жағынан үйімде барлығы жақсы ма, денсаулығым барлығы жақсы ма, барлығын біледі, барлығын сұрайды, ұшуға көмектеседі, түсіндіреді. Ол жақын адам, ол ұрысса да, қатаң болса да, ол тек жақсы болсын, үйренсін деп айтады. Екінші жағынан оны арманыма жетекші деп айтуға болады. Өйткені ұшқыш нұсқаушы ең бірінші маған қанат сыйлады деп айтуға болады. Ұшқыш нұсқаушы мамандығы қиын әрі жауапты сала. Өйткені авиациялық оқу орталығына ұшуды үйренуді мақсат еткен курсанттың тағдыры соларға байланысты. Оған шыдамдылық, табандылық және әрине нағыз кәсібилік керек.